Ұлы жібек жолы туралы не білесіңдер? Оның тарихи маңызы қандай болды? Ұлы жібек жолының қандай маңызды жолдарын білесіңдер? Ұлы жібек жолының қандай маңызды қалалары болды? Қазіргі заманда ұлы жібек жолына ұқсас сауда жолдары бар ма? Осы сұрақтарға жауап берейік. Еуропа мен Азияны байланыстырып жатқан ұлы жібек жолы адамзатты ғажайып жетістіктерге жеткізді. Ұлы жібек жолының қандай маңызды жолдарын білесіңдер? Ұлы жібек жолы ежелгі Қазақстан жерімен де өткен. Ең негізгі сауда жолы Тянь-Шань тау сілемдермен Сырдария, Талас, Шу, Іле аңғарлары арқылы Қытайға ұласқан. Жолдың екінші бір бөлігі Яксарт, Сейхун деп аталатын Сырдария, Жайық өзендерін жағалай, ары қарай Қара теңіз маңы, Византия мен Батыс Еуропа жерлеріне дейін созылған. Негізгі күре тамыры орталық Қазақстан далаларына, Сарыарқа мен Ертіске, Алтай мен Монғолияға қарай тарамдалған. Ұлы жібек жолының қандай маңызды қалалары болды? Осындай жолдардың бойында Испиджаб, Отырар, Түркістан, Тараз, Сауран, Сығанақ, Сарайшық, Жаңакент сияқты ірі қалалар болған. Бұл қалалардың өркендеуіне ұлы жібек жолының тигізген әсері зор. Жібек жолы бойындағы ең ірі орталықтардың бірі Испиджаб қаласы болған. Қазіргі кезде орналасқан жері Сайрам ауылының оңтүстік батысында Шымкент қаласынан 12 километр жерде. Қала аса ірі әкімшілік және ірі сауда орталығы ретінде де мәлім. Қалада сауда құрылыстары, керуен сарайлар мен тиімдер көп болды. Испиджабтан басқа жерлерге ақ маталар, қару-жарақ, семсерлер, мыс пен темір жеткізіліп тұрды. Қала ғылым білім орталығы ретінде де бүкіл шығысқа егіледі. Онда сол кездегі қырқысқан соғыстарда әртүрлі түркі тайпаларынан қолға түскен тұтқындар сатылып, әкетіліп жататын. Тараз қаласы әлемге ежелден белгілі. Ұлы жібек жолы бойындағы сауда-саттығы дамыған, салмақ өлшеу құралы таразы ойлап табылған шаһар. Талас өзенінің жағасына салынған қала алғашында Талас, кейіннен Тараз аталған. 568 жылы түркі қағаны Византия императоры 2 Юстинианның стратегі Земарх бастап келген елшілікті осы қалада қабылдаған. Қаланы Көпестер қаласы деп атаған. Суяб қаласы. Бұл қаланы керуен жолдың 2 тармағы да басып өткен. Суяб қаласының іргесі 5 ғасырда қаланып, 10-12 ғасырларға дейін саяси орталық ретінде өмір сүрген. Түркі, батыс түркі, түргеш, қарлық қағанаттарының орталығы болып, оның атақ даңқы да дәл осы ғасырларда бүкіл батыс пен шығысқа мәлім болды. Керуен жолы үстіндегі қалалардың ірісі Отырар, Фараб қаласы болған. Отырар орта ғасырлық ұлы ойшыл Әбу-Насыр әл-Фараби туған аймақ. Отырар орнында елді мекеннің пайда болуы біздің дәуіріміздің 1 ғасырларына сәйкес келеді. Отырар 1219 жылы Шыңғысханның шапқыншылығынан қирағанымен қайта түлеп, 13 ғасырдың ортасында батыс пен шығыс арасында жолда орналасқан ірі сауда орталығына айналды. Қазіргі заманда ұлы жібек жолына ұқсас сауда жолдары бар ма? Ұлы жібек жолының қазіргі жалғасы Батыс Еуропа, Батыс Қытай транзиттік магистралі. Бұл магистральды салу идеясының авторы тұңғыш президент Нұрсұлтан Назарбаев. Бұл магистраль Санкт-Петербург қаласынан басталып, ұлы жібек жолының бойында жатқан Қазақ даласын көктей өтіп, Қорғас кеден бекетінен Қытай асады.